Баршаңызға сәлем. Бүгін қауіпсіз интернет туралы ғылыми жобамен таныстырамын. Қымбатты арнамызды қолдап жоғалтып алмас үшін және алдағы уақытта жаңа ғылыми жобалар көріп отыру үшін арнамызға лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Кіріспе, интернет әлемге көп нәрсе берді. Оның арқасында кез келген сұрақтарға жауаптарды білуге, әлемнің арғы жағындағы достарыңызбен сөйлесуге, интернетте сатып алуға, сондай-ақ дәрігерге немесе кез келген басқа маманға жазылуға мүмкіндік туды. Интернет бұл ақпараттың шексіз алаңы, жаңа мүмкіндіктер әлемі. Қазіргі уақытта интернет ең танымал ақпарат көздерінің бірі болып табылады. Ол жерде кез келген қажетті деректерді табу өте қарапайым және ыңғайлы. Бірақ балалар одан абай болуы және интернетті қолдану ережелерін қатаң сақтау керек. Шынында да жақсылықтан басқа виртуалды әлемде жаман нәрселер де бар. Интернеттегі дұрыс емес мінез-құлық сізге ғана емес, отбасыңыз бен жақындарыңызға да зиян тигізуі мүмкін. Зерттеудің мақсаты: интернет арқылы әлеуметтік желілерде балалар мен жасөспірімдерге қандай қауіп төнетінін зерттеу және олардан сақтану жолдарын айқындау. Әр жастың өз сұранысы бар. 5-6 жастағы балалар, мектеп жасына дейінгі балалар әлемге оң көзқараспен қарайды. Олар оқу және санау қабілеттерін мақтан тұтады, өз идеяларымен бөліскенді ұнатады. Бұл жаста балалар сайттарын іздеген кезде ата-аналарына қатты тәуелді болады. 7-8 жастағы балалар. Бұл жастағы балалар үшін әрине ата-аналарының рұқсатынсыз не істей алатындығын білгісі келеді. Нәтижесінде интернетте бола отырып, бала белгілі бір сайттарға, мүмкін ата-анасынан кіруге рұқсат алмаған чаттарға баруға тырысады. 9-12 жаста балалар интернетте қандай ақпарат бар екендігі туралы жақсы біледі. Олар мұны көргісі, оқығысы, тыңдағысы келеді. 13-14 жастағы балалар, бұл жаста жасөспірімдер іздеу құрылғыларын белсенді қолданады. Электрондық поштаны, жедел хабар алмасу қызметтерін пайдаланады, музыка мен фильмдер жүктейді. Бұл жастағылар барлық шектеулерді алып тастауды ұнатады. Олар дөрекі, әзіл, құмар ойындар, ересектерге арналған суреттерді қалайды. Компьютердің негізгі қауіптері: вирустар мен құртушы бағдарламалар, деректерді көшіру, зақымдау немесе жою үшін компьютерге енетін бағдарламалар. Бағдарламалар трояндар, деректерді жою, компьютерге зақым келтіру және жеке ақпаратты ұрлау үшін жасалған вирустар. Шпиондық бағдарламалар, интернеттегі әрекеттеріңізді қадағалайтын немесе жарнаманы тықпалайтын бағдарламалар. Киберхулигандар, балаларды, ересектерді интернетті басқа адамдарды қорлау немесе қорқыту үшін қолдана алады. Файлдарды заңсыз алып пайдалану, музыканы, бейнебаяндарды және басқа файлдарды рұқсатсыз бөлісу заңсыз болуы мүмкін, немесе зиянды бағдарламаларды жүктеуге әкелуі мүмкін. Әдепсіз контент: егер балалар интернетті қараусыз пайдаланса, оларға зиян келетін суреттермен немесе ақпараттармен бетпе-бет келуі мүмкін. Жыртқыштар: бұл адамдар интернетті балаларды жеке кездесуге тарту үшін пайдаланады. Жеке шекараны бұзу: интернеттегі әртүрлі нысандарды толтыру арқылы балалар өздері немесе отбасы туралы құпия ақпарат қалдыра алады. Фишинг: қылмыскерлер сізді жалға веб-тораптарға баруға және жеке ақпарат беруге мәжбүрлейтін электрондық пошта хабарламалар. Сәйкестендіру мәліметтерін ұрлау: жеке ақпаратты ұрлауға және сол арқылы қолма-қол ақшаға немесе несиеге қол жеткізуге байланысты қылмыс. Сиқырлау: пайдаланушыны ақшаны беруге мәжбүрлеу үшін жіберілген электрондық пошта хабарламалар. Қажет емес хабарламалар: электрондық поштаның жағымсыз хабарламалары, жылдам хабарламалар және коммуникацияның басқа да түрлері. Компьютерлік тәуелділіктің белгілері: ата-аналар компьютерде ойнаудан алшақтауды сұрағанда, бала қатты эмоционалды наразылық білдіре бастайды. Бала мәжбүрлі шектеуге наразылықпен ашуланады. Бала компьютерде ойынның аяқталуын өз бетінше жоспарлай алмайды. Бала үй шаруасын және сабақ дайындауды ұмытып кетеді. Күн режимі, тамақтану және ұйқы режимі жоғалады. Балада тамақтану компьютерде ойнаудан қол үзбей жүреді. Компьютерде ойнау кезінде эмоционалды сезімдерінің көтерілуі. Құрдастарымен қарым-қатынас тек белгілі бір компьютер тақырыбына ие. Үйде тезірек болуға және сүйікті ойыныңызға отыруға деген қатты ықылас. Мұндай белгілер пайда болған кезде асқазан ішек жолдарының жұмысында бұзылулар,
омыртқа білек аймағында ауырсыну пайда болуы мүмкін екендігі дәлелденді. Көз алмасының үнемі тітіркенуі, бас ауруы, көру проблемаларын тудыруы мүмкін. Ұйқысыздық, жүйке сарқылуы дамиды. Бала ата-анасы мен айналасындағыларға дөрекілік көрсете бастайды. Оқуды елемеу. Бұл екінші қауіп. Интернет оқушыларға қолжетімді болатын барлық есептер мен рефераттарға толы. Жасөспірімдер қажетті рефератты басып шығарады және оны оқымай-ақ мұғалімге тапсырады. Интернетте кез келген тақырып бойынша есеп шешімдерін оңай табуға болады. Үнемі жазуға дағдыланған бала сабақтарды өз бетінше үйренуді тоқтатады. Яғни ол материалды игермейді. Осылайша бала дамуды тоқтатады. Мектеп бағдарламасынан артта қалады. Мұғалімдермен проблемалар басталады. Кибербуллинг. Интернетте әдеттегі өмірдегідей зұлым және әдепсіз адамдар кездеседі. Өз ойын-сауықтары үшін олар сізді ренжітіп, қорлауды ұйымдастыра алады. Мұндай адамдар форумдар мен чаттарда кездеседі. Қазіргі әлемдегі кибербуллингтің күрделі түрі адамды қорлау, агрессиясы бар хабарламалар мен адамды қорқытуды білдіреді. Ең жақсы қорғаныс ескерту. Егер саған интернет арқылы қауіп төнсе, бұл туралы ата-анаңа, мұғалімге немесе сенетін жақын адамыңа міндетті түрде айт. Сені қорқыту, қорлау немесе мазақ ету дұрыс емес. Есіңізде болсын, ата-анаңыз сізді тыңдауға, көмектесуге және қорғауға әрқашан дайын. Интернет қауіптері. Интернеттегі пирамидалар, жоқ нәрсені сату, компьютерлік бопсалау, жалған сыйлықтар мен сыйақылар. Интернет желісінде қауіпсіз қарым-қатынас ережелері, онлайн хабарламалар. Бірінші, әлеуметтік желіде тіркелу кезінде сіз өзіңіз туралы ең аз ақпарат қалдыруыңыз керек. Ешқашан толық атыңызды, үй мекен-жайыңызды және телефоныңызды хабарламаңыз. Фотосуреттеріңізді бейтаныс адамдарға жібермеңіз. Есіңізде болсын, қылмыскерлер бұл ақпаратты сізге немесе сіздің достарыңызға қарсы қолдана алады. Ақпаратты жүктеу және сақтау. Ұрлау жақсы емес, мұны бізге үйде, мектепте үйретеді. Кітаптарда азаматтық және тіпті қылмыстық кодекстер жазады. Кез келген интернеттегі материал, фото, видео, музыка, суреттер мен мәтіндер, оның авторы бар. Сонымен бірге ол заңмен қорғалады. Достар тізімін өте мұқият жасаңыз. Компьютерде күннен 1 сағаттан артық емес уақытты өткізуге болады. Бірдеңе термес бұрын ойланыңыз. Чаттағы басқа адамдарға әдепті болыңыз. Дөрекі және әдепсіз сөздер жазбаңыз. Бейтаныс сайттарға кірмеңіз. Кейбір бағдарламаларды, ойындарды жүктемес бұрын ата-аналармен кеңесіп, сілтемелерді орындаңыз. Интернеттегі ойындарды ойнаудан бұрын сіз ойынның егжей-тегжейлі ережелерін білуіңіз керек. Егер олар көрсетілмесе, сіз бұл ойынға араласпауыңыз керек. Жеке мәліметтер. Қасқырларға есік ашпаймыз. Егер біз оларға есікті ашпасақ, интернет алаяқтар сәттілікке жете алмайды. Біз оларға парольдерімізді хабарламаймыз, компьютерімізді күмәнді файлдарды жүктемейміз, немесе парақшамызды бейтаныс адамдарға пайдалануға мүмкіндік бермейміз. Сауалнамамен өз беттеріңізше танысып шықсаңыздар болады. Қорытынды. Интернетті аша отырып, ондағы қауіпсіздік ережелерін ұстаныңыз. Жеке ақпарат қалдырмау, әдептілік сақтау, сайттарға кіру үшін ата-анамен кеңесу, мекен-жай көрсетпеу, күніне 1 сағаттан артық отырмау, достар тізіміне мұқият болу, бейтаныс сайттарға кірмеу, жеке парақшаны басқаға бермеу, шынайы болу. Интернетті қауіпсіз пайдалану ережелерін біліп, оларды пайдалану арқылы әлеуметтік желілерде қауіпсіз сөйлесуге болады. Ең бастысы, ата-аналармен сенімді қарым-қатынас орнату керек. Олар әрдайым қиын жағдайларда көмектесе алады. Бірақ мен баланың басты одақтасы интернет емес, отбасы мен қоғам болуы керек деп санаймын. Ұсыныстар. Балалар мен ата-аналарға арналған нұсқаулықтарды кеңінен тарату. Балаларға интернеттен гөрі көбірек кітап оқуды ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда тағы қызық тақырыптар болады.